Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен пияздың пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Әжелеріміз бен аналарымыз денсаулыққа ненің пайдалы екенін білгендіктен табиғи өнімдерді көбірек тұтынғанымызды қалайды. Ал өнімдердің бірі пияз. Пияз созылмалы ауруларды емдейді. Кезекті материалымызда оның өзге де қасиеттерін қарастырайық. Пияз дене қызуын түсіреді, әсіресе балалардың денсаулығына пайдасы мол. Егер дене қызуыңыз көтеріліп тұрса, пиязды кесіп, алма уксусына салыңыз. Артынша бірнеше тілімін құлағыңыздың үстіне, нәскиіңіздің ішіне салып қойыңыз. Осылайша дене қызуыңыз жылдам түседі. Инфекцияны өлтіреді. Ең алдымен пияз пастасын дайындау қажет. Ол үшін нанның үстіне сүтті қайнатып құйыңыз. Бетіне пиязды үкіштеп өткізіп салыңыз. Артынша жараңыздың үстіне жағыңыз. 2-2,5 сағат тұрса жеткілікті. Бұл рәсімді инфекцияны толығымен өлтіргенше қайталауыңызға болады. Үшінші, қанды тоқтатады. Бір жеріңіз өткір затпен тілініп алсаңыз, сол жерге дереу пиязды дәкеге орап қойыңыз. Тыртық қалмау үшін бұл рәсімді бірнеше рет қайталауыңызға болады. Төртінші, күйікті емдейді. Қатты күйсеңіз, теріңіздің үстіне пияз қойыңыз. 2 минут жеткілікті болады. Мұнымен қатар күйген жерге жұмыртқаның ақауызын жақсаңыз тыртық қалмайды. Жөтелді емдейді. Пияз суының жөтелді тоқтауға пайдасы мол. Суын іше алмағандықтан бірнеше бөлікке бөліп, құлағыңыздың үстіне қойыңыз. Осылайша пияз суы қанға түсіп, жағымсыз жөтелден арыласыз.